Петропавл қаласы, қазақ халық жыры, Алпамыс батыр. Baydan alğanı bir oldu.
Баршын қыз алпамысқа жұфыт болсын. Әлгілер қайы деген қырық шықтен екен. Әй, көзден айып болды. Той тарқап кетті. Арадан 7 жыл өтті. Bir күні 2 бай отырып кеңес етті. Байге, біреуміздікі ұл, біреуміздікі қыз болды. Екеуміз құда болдық. Әй, қара қасқа ат мінсе, ат тұйығын шарт десе, қартайғанда көкбайғаққа түсіп қалай болады құда? Бедеуден сайылақ менің көк баратысты. Ей, жарайсыздар жігіттер! Қалса көңіл, шықса жан деген құдасына көңіл қалды. Менің балас екендігімді басыма келтірді. әлсізденген байсары. Берекеден үйне шығып, үйне қайтты. Бауырым, 7 күн, 7 түн суық жерге басып, қапа болып жатты. Үйде Байсарының, Байбөрінің қорлығын, зорлығын көріп жүргенше басқа жұрттарға кетпек болды. 6 айшылық, 40 күншілік жол жүріп, Тайша ханның еліне көшті. Уа байке, айыл тарттыңдан белеудің беліне, құлақ салғын мен мұңлының тіліне, сағыр уақытта 90-нарға жасалып, сен барасың қандай шақтың еліне. Қияметті құдамнан басыма қаншы тигенді. Алдыңға ағам жоғынан, кейінгі інім жоғынан. Тарттым айыл зар түйенің беліне, мен барамын Тайша ханның еліне. Ат құйрығын түйреймін, армансыз әурен сүремін. Жалғыз қызым баршынды, дін білмеген қалмақта сайлар жұрт беремін. не деп тұр? Әй! Сол кеткеннен көшіп кетіп, 6 айшылық, 40 күншілік жол жүріп, сау-саламат Тайша ханның еліне барып түсті. Жылдан жылдар өтпей ме? Мақсат қашан жетпей ме? Кешегі туған алпамыс 14 жасқа келмей ме? Уыты жан бар болса, Атын сайлап мінбей ме? Өмірден алып білесін, еркін дәурен сүрмей ме? Әй! Жасың болса келді ғой, ақылың болса енді ғой. Атымды сайлап беріңіз. Қалмаққа кеткен келіңіздің ізінен кетемін. Маған бір ат бер, Гүлбаршынды алып келеді. Мен білмеймін қарам, қандай атты мінесің. Жылқыны айдап өткізем, өз көзіңмен көресің. Өзіңе лайық ат тауып, ұнатсаң жаным алпамыс, құйрығын астап тоқтатып, өз атым деп мінерсің. Бірше, жалғызлай дегеннен кейін жас бала алпамыс бір тастың тасасында бұғып тұрды. Бір шетіне барды да айқай, ұран салды шам. Мен айдадым жылқыны, таңдап ал жаным алпамыс. Түс ауғанша көп жылқы көз алдынан өтеді. Мал ішінен аттап бай, батырдың сабыры кетеді. Көп жылқының ішінен көңілі оңа табылып, бір бедеуді таба алмай, алпамыс аулаққа көз тастады.
жылқы артында екі көзі шайнаған танады, төрт аяғын тең басқан, жалы құлағынан асып келе жатқан шұбар атқа Алпамыстың көзі түсті. Білегіне күшін жинап, жолбарыстай атылып, орнынан тұрған Алпамыс шұбар аттың ең салды. Алпамыс деген алып еді. Бай шұбар нар сияқты тізесін бүкті. Қайшылар құлағын тікті. Үш мәртебе шыңғыра аспанға атылды. Бірақ Алпамыс жібермеді. Не көрдің қара, не көрдің? Бектер құрған шатыр ма? Алдыңда жолбарыс шатыр ма? Келгендер бізден батыр ма? Не көрдің қара, не көрдің? Алтын қасықтай қарпа кірпігі, күміс қасықтай кірпігі, нақ 14 жасында Алпамыс батырды көрді. Баба! Жылсын айдын көлдер сел болсын. Жылдан жылға бұл дәулетім мол болсын. Өмірімде сендей бала көрмедім. Қай елдің? Қандай елдің арасың? 7 жаста молдада оқып жүргенде, Ә, барсын жаным осы елдерге келгенде. дейді. Жұртымнан айырылған мен бір мұңлы, сол жанымды алып кетуге мен келдім. Ей бала, ашулансам мен алармын жаныңды. Денеңнен төгейін қызыл қаныңды. Ала алмассың келген басшым жаныңды. Ей бала, күлбасың менікі. Ей! Қалмақ қылмасын пейілі тарлықты. Ашулансам мен кесемін басымды. Ей бала, кел қане, көрейік. Ей қазақ, кел! Жұмарға қарсы салады, көп қалмақтың басын алады. Абламыз, baştan şerbet, еліңе қайт. Баяғы жылапсыздап қалған ата-анасына, шенелі байсын қоңырат жеріне аман есен келіп, Жұрттың бәрі Гүлбаршынды аман есен әкелгеніне құтты болсын айтты. о күздің ойы қырық күн той қылды. Осыменен жақсылар, тамам қылдым дастаным. Түгел жаттап алғым, басқа сөз болар.